Сәлем достар, сіздер дала өркениетінің дамуына жылқыны қолға үйретіп, орасан зор үлес қосқан біздің ата-бабамыз екенін білесіздер ме? Әлемдегі ең қысқа сөз ол қазақ тіліндегі ат деген сөз. Сонымен қатар жылқы түсінің атауын ең көп атаумен атаған мына елдерге қараңыз. Еуропа 60 түрлі атаумен атаған. Ресей 40 түрлі атаумен атаған. Ал қазақ елі қанша түрлі атаумен атайды деп ойлайсыз? Қазақтар 300 түрден астам атаумен атаған. Қазақтардың атауы Ресей мен Еуропадан неше есе көп болып, бұл өзге халықтарда кездесе бермейтін көрсеткіш болғандықтан, оны Гиннестің рекордтар кітабына енгізу туралы ұсыныс тасталды. Өзіміз қолдап бұл видеоны жалғап таратып, өз құндылықтарымызды біле жүрейік. Экранға жылқы атауы қатысты көптеген ақпараттарды ұсындық. Арнаға жазылып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, қазақ тілді арналардың дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыз.